оқушылар. Суретте нені байқадыңыздар? Пирамида. Пирамида. Лейла айта ғой. Мысырдағы Гиза пирамидасы деп аталады. Ал енді екінші суретте нені байқадыңыздар? Анықтап қараңыздар. Римдегі орталық. Дұрыс айтасыздар. Римдегі тарихи орталық. Жақсы жарайсыздар. Үшінші суретте нені байқадыңыздар? Өзіміздің Түркістан облысындағы Қожа Ахмет яссауи кесенесі. Жарайсыздар оқушылар. Енді әрі қарай бірінші ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандары тізіміне дүние жүзіне әйгілі қандай нысандар кіреді? Дүние жүзіне әйгілі қандай нысандар? Біздің Қазақстан бойынша емес, жалпы дүние жүзіндегі қандай нысандар ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандары тізіміне енген? Мысырдағы 3 пирамида енген. Жақсы, манағы суреткен көрсеткен Мысырдағы Гиза пирамидасы, Римдегі тарихи орталық, Қожа Ахмет яссауи кесенесі, ол өзіміздің еліміздегі, солай ма? Сонымен қатар Ирандағы Персеполис, тағы қандай нысандарды білесіздер? Қандай нысандар бар тағы? Атын ұмытып тұрмын, ана Парсы еліндегі андай тауларда андай қашан жасалған үйлері бар. Парсы елінде. Дұрыс айтасың. Сонымен қатар өзіміздің көрші Өзбекстан мемлекетінде бар. Регистан алаңы деген бар. Осы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандары тізіміне енгендердің қатарында. Жақсы. Екінші сұрақ, осы тізімде Қазақстанның нысандары бар ма? Дұрыс айтасыздар. Қожа Ахмет яссауи кесенесі. Сонымен қатар тағы қандай нысандар бар? Айша бидің бар. Жоқ, Айша бидің айтпаймыз. Өте дұрыс айтасың. Сарыарқа, Қазақстан, солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері. Яғни бұған қай облыстар кіреді? Сіздерге географиядан таныс бәрі. Ақмола, Қарағанды және Қостанай облыстары кіреді. Жақсы. Және тағы да осы біздің Қазақстан бойынша тек қана осы әлемдік мұралар нысаны тізімдеріне енген тек қана үшеу әзірше. Тағы біреуі бар. Салған ескерткіштер. Қамбалы, тас, гидроглифтер, кешені. Міне осы үшеуі дүние жүзінің әлемдік нысандар, мұралар тізіміне енген екеуі. Әзірше үшеу, яғни манағы айтып отырған Қожа Ахмет яссауи кесенесі, бұл 2003 жылы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар нысандары тізіміне 2003 жылы енді. Манағы айтып отырған Қамбалы тас петроглифтері кешені, бұлар 2004 жылы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандары тізіміне енді. Одан кейінгі үшінші Сарыарқа, солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері, бұл әлемдік мұра нысандары тізіміне 2008 жылы енген екен. Естеріңізде болсын.
Енді сонымен қатар балалар тек қана осы үш мәдени және табиғи критерийлер бойынша үш қана нысан емес енген. Сонымен қатар әлі де осы неге әлемдік мұралар тізіміне енетін үміткерлер бар екен. Үміткер әлі де 12 нысан бар екен біздің Қазақстан жерінде. Сол үшін әлі де жұмыстар атқарылуда. Олар алдағы уақытта осы нысандар тізіміне әлемдік енеді деген үлкен сенімдеміз біздер. Жақсы. Олай болса балалар, осы жаңағы нысандарды біз не үшін айтып жатырмыз? Әлемдегі ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар тізіміне енген нысандарды не үшін айтып жатырмыз? Себебі біздің сабағымыздың бүгінгі тақырыбы да осыған байланысты болады. Яғни сабақтың тақырыбы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандары деп аталады екен. Жақсы. Жаңа ғана айтып кеттік, балалар. ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандарына кез келген жаңа нысанды, немесе кез келген ескерткіштерді, кез келген жаңағы табиғи жерлерді алып сала бермейді. Оның да өзінің бір ерекшеліктері бар. Оған тізімге ену үшін өзінің әлемдік манағы құралған алқа бар. Кеңес мүшелері солардың барлығын қарайды, тексереді. Сосын барып оны тізімге енгізеді. Сондықтан кез келген нысандар болсын, табиғи жерлер болсын, бұлардың барлығын алып, осы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандарына енгізе бермейді екен. Ол нысанға енгеннен кейін, тізімге енгеннен кейін міндетті түрде ол жер неге айналады? Қорғауға алынады. Ол жерді көркейтуге, ол жерді таза ұстауға, ол жерде көп адамдар жаңағы келіп шоғырланып, қарауға, тамашалауға үлкен мүмкіндік туады. Солай ма? Жақсы, жаңа айтып кеттік. Енді ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар тізімінде біздің көршілес Өзбекстаннан да, Тәжікстаннан да барлық мемлекет бар. Сол мемлекеттердегі барлық нысандар ілікті. Бірақ соның ішінде көш бастап тұрған ең алдымен Үндістан, Қытай Халықтық Республикасы, Франция, Испания, Италия, Ресей бар өзіміздің көршілес. Міне осылар алдыңғы ондықта тұр. Яғни бұлардың нысандары тізімге ілінген көп. Оларды әдейі шығарып жаңағы неге белгілеп қояды. Осындай 10-нан астам нысандары егер ілінетін болса, солардың барлығын рет-ретімен реттеп қояды екен. Біздің әзірше Қазақстанда тек қана 3 нысан, біреуі мәдени, біреуі табиғи, осы 3 нысан ғана ілігіп тұр екен тізімге. Жақсы. Олай болса қазір, балалар, тапсырма орындаймыз. Бұл тапсырмамыз жеке жұмыс болып есептеледі. Екінші тапсырма оқулықпен жұмыс. Топтарға бөлініп, мәтіндердегі ақпаратпен танысыңдар. Аталған нысандардың Қазақстан туризмінде алатын орнын көрсетіңдер. Бұл жерде енді топқа бөлінбейміз, бірақ жеке жұмыс жасаймыз. Яғни 2 кесте берілген туристік нысан, соның атауын жазамыз, және Қазақстан туризмінде алатын орны сол туристік нысанның. Осы бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Ойланыңыздар. Жазайық, дәптерге түсірейік.
Елімізде туристік нысандар көп. Солардың Қазақстан туризмінде алатын орны, уақыт бітті. Кім орындады? Бастаймыз. Туристік нысан және Қазақстан туризмде алатын орны. Бірінші топ, екінші топ. Жақсы Лейла, Омелгүл, Құрғыл. Туристік нысан Қожахмет яссауи кесенесі. Қазақстан туризмде алатын орны. Жалпы Түркістан оңтүстік Қазақстан облысында қазақ халқының рухани орталығы. 10 жарым жылдық тарихы бар Түркістанда әлемге әйгілі Қожахмет яссауи кесенесі орналасқан. Қожахмет яссауи ақын, философ, түлектердің рухани көшбасшысы. Бұл тегессіз құрылысты 19 ғасырдың аяғында әмір темір салған. Бүгінде кесене сол дәуірдің жақсы сақталған ғимараттарының бірі болып саналады. Осындай бірнеше ғасырдың тарихы бар өзінің сәулетімен танымал ғимарат ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енді. Кесененің Қазақстан туризмде алатын орны өте ерекше. Осы ғимаратты миллиондаған адамдар келіп тамашалайды. Келіп адамдардың басым көпшілігі жарық дүниесін пайдалануға, өткен бабалардың аруағына құран оқытып, құрбан шалу үшін және отбасы ауыртпашылықтары жаратқаннан жеңілдетуін сұрап ниет етіп келеді. Сонымен қатар туристердің басым көпшілігі 700 жылдан астам тарихта түрлі көне жазбаларда аңыздарда кездесетін Түркістан ескерткіштерін өз көздерімен көруге, ондағы тарихи жәдігерлерді қолымен ұстап көргелі келеді. Жақсы, өте жақсы, рахмет Лейла. Өте жақсы орындаған. Әрі қарай келесі Аружан. Туристік нысан Айша Бибі кесенесі. Қазақстан туризмде алатын орны. Жалпы Айша Бибі кесенесі Тараз топырағындағы таңғажайыптардың бірі. Ол Жамбыл облысының Айша Бибі ауылында орналасқан. Келі Жамбыл жерінде 3000-нен астам тарихи мәдени ескерткіш бар болса, соның бірі де бірегейі Айша Бибі кесенесі. Бұл тарихи нысан 11-12 ғасырларға жататын сәулет өнерінің бірден бір тамаша үлгісі. Кесене күйдірілген сары балшықтан жасалған. Әрі 60 түрлі ою-өрнекпен безендіріліп сәнделген. Жалпы Қазақстан туризмде алатын орны ерекше. Өйткені бұл жерге басқа елдерден көптеп адамдар келіп жатады. Жақсы, өте жақсы. Рахмет Аружан. Екі оқушыға рахмет айтамыз. Екі топтан жақсы орындай білді берілген тапсырманы. Олай болса, әрі қарай екінші тапсырма. Екінші тапсырма бұлда оқулықтарымыздағы 123 бетте берілген. Төртінші тапсырма ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне Қазақстанның 3 нысанынан басқа тағы қандай нысандарды қосар едіңдер? Осы тақырыпты ортаға салып, ойларыңды ортаға салып, дөңгелек үстел өткізіңіздер дейді. Кәне топқа бөлмейік. Топқа бөлінгенде осы бірінші, екінші топ алдын ала бөлінген. Осы екі топтың арасында Қазақстаннан манағы аталған 3 нысаннан басқа қандай нысандарды әлемдік мұра тізіміне қосар едіңдер дейді. Осыны ортаға саламыз, өз пікірлеріңізді айтып. Кәне, кім сөз алады? Бірінші топ, екінші топ. Бір адамнан